Саламатсыздар ма, білім алушылар? Менің аты жөнім Қожабекова Айсара Нұрғыдырқызы, физика пәнінің оқытушысымын. Біздің бүгінгі сабағымыз идеал газ, молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі және молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидалары. Сабағымыздың мақсаты идеал газ ұғымымен таныстыру, молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін қорытып шығару және оның қағидаларын қолдануды түсіндіру. Бізді қоршаған материяның көптеген түрлері бар. Осы материя өте ұсақ көп бөлшектерден тұрады. Бұл бөлшектер, яғни молекулалар мен атомдар ылғи да үздіксіз қозғалыста болады. Молекулалар мен атомдардың осындай қозғалысын жылулық қозғалыс деп атайды. Жылулық қозғалысқа мысал ретінде мұздың еруі, судың қайнауы, дененің қызуы немесе суы мысал бола алады. Молекула кинетикалық теорияның негізгі мақсаты макроскопиялық денелерде болатын жылулық қасиеттерді түсіндіреді. Осыдан қорыта келе, молекула кинетикалық теорияның негізгі 3 қағидасын шығарамыз. Бірінші қағида: барлық бөлшектер, яғни атомдар мен молекулалар микробөлшектерден тұрады. Екінші: бұл бөлшектер бір-бірімен бейберекет және хаосты қозғалыста болады. Үшінші: бұл бөлшектер бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Молекула кинетикалық теорияның негізін тәжірибе жүзінде дәлелдеген орыс ғалымы Ломоносов болған. Молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін қорыту үшін бізге идеал газ ұғымын білуіміз керек. Идеал газ дегеніміз молекулалары өте кіші, тартылыс және тебіліс күші ескерілмейтін, олар тек серпімді соқтығысқанда ғана өзара әрекеттесетін, шар тәрізді, көлемі жоқ материялық нүкте ретінде қарастыруға болады. Газ молекулалары ретсіз жылулық қозғалыста болады. Бұл кезде молекулалардың жылдамдықтарының орташа мәнін аламыз. Молекулалардың орташа жылдамдық мәні олардың кинетикалық энергиясының орта мәніне тең. Молекулалардың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын P әріпімен белгілейміз, оның көлемін V әріпімен белгілейміз, молекулалар шоғырын кіші n әріпімен белгілейміз. Мұндағы m0 молекулалар массасы. Молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі P тең 3/1 m0 көбейтілген n көбейтілген V квадрат орташа. Мұндағы m0 дегеніміз молекулалар массасы, n дегеніміз молекулалар шоғыры. N-нің жеке формуласы көлем бөлінген молекулалар санына тең. V квадрат бұл барлық молекулалар әртүрлі жылдамдықпен қозғалатын болғандықтан, олардың орташа квадраттық жылдамдық ұғымын аламыз. Барлық көлемде молекулалар бірдей таралғандықтан, біз бұл жерде 3/1 V квадрат орташа мәнін аламыз. Енді P тең, теңдіктің екі жағында 2-ге көбейтіп 2-ге бөлеміз. Бұл біз формуланы түрлендіру үшін қажет. Теңдіктің екі жағында 2-ге көбейтіп 2-ге бөлген кезде теңдігіміз 3/1 көбейтілген 2/2 көбейтілген m0 көбейтілген n көбейтілген V квадрат орташа жылдамдық болады. Бұл жерде 3/2 n жақшаның алдына шығарып, mv квадрат бөлінген 2-ні молекулалардың кинетикалық энергиясы дейміз. Осы кезде біздің идеал газ ішіндегі қысымымыз 3/2 n көбейтілген e кинетикалық энергияның орташа мәніне тең болады. Теңдіктің екінші жағына молекулалар шоғырын бөлінді ретінде шығарсақ, формуламыз P бөлінген n тең 3/2 e кинетикалық орташа мәні болады. Мұндағы P бөлінген n, яғни молекулалар шоғыры бізге белгілі K көбейтілген T-ға тең болады. K дегеніміз Больцман тұрақтысы, оның мәні 1,138 көбейтілген 10⁻23 дәрежесі джоуль бөлінген кельвинге тең. Қорыта келгенде, газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы P тең n көбейтілген K көбейтілген абсолют температураға тең болады. Бұл формула молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі немесе Клаузиус теңдеуі деп аталады.
П тең N көбейтілген К көбейтілген Т Клаузиус теңдеуі деп айтылады. Сабағымызды қорыта келгенде, идеал газ деп молекулалардың өлшемдері ескерілмейтін және олардың арасындағы тартылыс және тебіліс күші ескерілмейтін материялық нүктені айтамыз. Идеал газдың қысымы оның молекулалар шоғырына және абсолют температурасына, сонымен қатар молекулалардың массасының көбейтіндісіне тікелей байланысты. Бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында алдарыңызға тест тапсырмалары берілді. Келесі сабақта өтетін жаңа тақырыбымыз күй теңдеуі, изопроцестер және газ заңдары. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.